20 жылдан кейін ашылған қабірде ғажап уақиға болды. Бұл әзіл емес, басымыздан өткен уақиға. Сәлем құрметті көрермен. Осы уақиғаны тыңдауға және де 1-2 минутыңызды бөлуіңізді сұраймыз. Жоба бойынша мазараттың орнына тас жол салынуы керек еді. Бәрінің басы қатты. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл молаға 20 жылдан бері ешкім жерленбеген. Мәйіттер енді жаңа зияратқа қойылатын еді. Осы негізінде мемлекет органдары және діни кезеңнен рұқсат алды. Мәйіттерді қайтадан күрекке салып, марқұмдардың мәйітін мұқият қарады. Бұдан кейін жұрт елең ететін уақиға болды. Бұндай оқаш уақиғаға байланысты күтпеген жерден жұмысшылар қолы жұмысқа бармады. Күн сәулесінен сарғайған ескі мәйіт ашылып жатқанда жаңа ғана қойылған мәйіт шықты. Көркеу де, жұмысшылар да үрейленді. Көркеу де, жұмысшылар тобы да таң қалды. Мұнда 20 жылдан бері ешкім жерленбеген деген жоқ едіңіз бе? Деді бастық. Онда мынау не? Құдай-ау, білмедім деді. Ант ішемін дедім. Сен білмесең кім біледі? Мен өлімді білемін. Бұл жайында білмеймін, деді көркеу. Мәйіттің беті ашылса, көп нәрсе анық болады, деді ауыл ақсақалы сөзге араласып. Дұрыс айтасың деп бәрі ақсақалдың сөзін мақұлдады. Көркеуден басқа ешкімнің де мәйіттің бетін ашуға жүрегі жетпеді. Талай мәйіттің бетін ашқан, жерге жерлеген көркеудің өзінде бейнесі қашып, мәйітті ашуға қолы бармады. Әлде бір өзін жағымсыз сезінді. Ол да бәрібір үрейленді. Зияратта сүйегі тоңған адам қорқатынан кейін қалғандар қалай қылмақ? Біреу қашып кетті, біреу қарап тұрды. Олар мәйіттің бетін ашқанда қорқыныш ешкімді де қалмады. Керісінше бәрі таңданып қалып, қорқыныш үрейін ұмытты. Қорқып жатқан адамдар мәйітке қарап қозғала бастады. Мәйітке қарап бәрі қатып қалды. Әркім әртүрлі жолмен таң қалды. Жұмысшылар тобы жаңа күйеудей жасанған баланы көріп, мәйітті көріп, оның жарқын келбетіне таң қалды. Маңайдағы танитын баланың бұзылмаған келбетіне қарап бәрі де таң қалды. Астафураллах, машаллах деп айқайлап, жігіттер көз жасын алды. Оған көздерін қарата қарап отырды. Және астафураллах, машаллах деп өздері тоқтамастан қайталады. Мынау ана кісінің деген сөздер жаңғырды. Топ ішінен бір кісі шығып, ол кісінің әкесі қазір қартайған, әліге дейін тірі. Және біреулер, ана кісінің баласы ғой, оның әкесі әлі де тірі деп қайталап кетті. Жерленгеніне қанша уақыт болды деп сұрады бастық. Мен осы жерде жұмыс жасап атқыма көп болды, деді көркеу. Менімше бұл 20 жылдан асты, деді. Топ ішінде біреулер, жас жігіт тірі болғанда 40 жастан асқан болар еді деп айқайлады. Ақсақал ортаға шығып, оның әкесін көлікпен дереу алып келуін айтты. Бірақ бұнда болған уақиғаны ол кісіге айтпауын сұранды. Барлығы жұмысын тоқтатты. Көздерімен көргеніне ешқайсысы сенбес еді. Көздерімен көрген илахи нығметтің алдында бастарын иіп, үнсіз отырды. Осыдан 20 жыл бұрын жерленген мәйіт әлі осы жаққа, әлі сол жатқан күйінде жатыр. Оқиғаның барлық куәгерлері бұл салих құлға илахи нығмет берілгенін түсінді. Бұл сұрақ оларды бұл жақсы жігіттің ниетін алу үшін, бұндай нығметті алу үшін Құдайға не ұнамды іс істегені туралы ойлануға мәжбүр етті. Аузынан темекісін тастамайтын құрылысшылардың біреуі құлағының артына қойған темекісін арқа қалтасына әсте салып тәубе етті.
Әңгіменің басындағы жас жігіт демекші, ол өлік емес, жаңа түскен күйеудей молада жатыр. Осы арада әкесі де жетіп келді. Болған жайтты естіген әкесі көзінен маржан жастар төкті. Баламмен қайта жүздестірген Аллама мыңнан мың шүкір. Балам, сапарымыз жақындап келді. Алла тағала сізде өмірімізді аяқтауды бізге де нәсіп етсін. Топырақтың астынан шыққан май жұртты қуантырғандай, 20 жыл топырақ астында шірімеген бос баланың денесі қарт әкесінің көңіліне жар шықты. Бауырым, айтқа бұйырмаңыз. Мен көптің көкірегінде жүрген сұрақты айтқым келеді. Әрине, бұл Алланың сүйікті құлдарына берген ниеті, нығметі. Менің сұрайын дегенім, сіздің ұлыңыздың не сыйлық жайы бар еді? Айтыңызшы, ол тірі кезінде қандай болған? Әлхамдүлиллах, баламыз жақсы бала еді. Ата-анасының бетіне тік қарап, сөз қайтарғаны есімде жоқ, деп айтты. Оның және қандай ерекшеліктері бар еді? Менің ұлым өте көп дұға ететін еді. Таң намазына ояту үшін бөлмесінің есігін ашқан сайын балам дәретін алып мешітке шығып жатқанын болатын еді. Таң намазына ұйықтап қалғаны есімде де жоқ. Оны оятайын десем, ұлым күлімдеп, әке жақсы тұрдыңыз ба? деп сұрайтын еді. Кейде дәрет алайын деп шыққанымда мешітке шығып жатқанын көретін едім. Келесі күні дәл осы қайталанатын еді. Осыған қарамастан балам, әке, менің есігімді әр күні суға бермеңіз. Өзім оянып жатырмын ғой, деп айтқан жері жоқ. Ол бізге ешқандай дөрекі немесе ащы сөздер сөйлемеген. Әке көзінен маржандай жас төгілді. Тағы қандай амалдарын білесіз? Бір білетіні, балам 5 уақыт намазын бергеді. Міне осыған ғана ұстазымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Таң намазына қатысу мен ондағы барлық нәрселерде қайырлы екенін айтқан сүндет. Қасиеті көп болса, парызға не айтасың, деді ақсақал, көзінен үнжу жастарын ақырын тамызып. Құрметті көрермен, видеомыздың астына бір ғана лайк басуыңызды, әлде баспауыңызды өз еркіңізде. Осы видеоны көрген ағаларымыз, бұл видеоны көрмеген ағаларымызға ұсынуыңызды сұраймыз. Және де бізге жазылсаңыз, оны көптеген ағаларымыз көруіне себепші боласыз. Достарыңызға бөлісіңіз. Келесі бейнелеріміз шыққанша жүздескенше сау болыңыздар.